Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Тілек. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дайын слоеный тестодан 4 түрлі шайға арналған тәтті дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен дайын слоеный тестодан самса, синнабон, круассан және де слойка дайындайтын боламыз. Біз 2 пачка кез келген слоеный тестаны дайындап аламыз және біріншісін осылай алып, төртпіштілеп тураймыз. Біз сіздермен самса дайындайтын боламыз. Біздің дайындаған төртпішті тестамызды осылай домалақтап аламыз және оны оқтаумен жазамыз. Одан кейін начинкасын дайындаймыз. Начинкасына кез келген еттің түрін, оған пиязды және тыква қостым. Осылай салып аламыз да, оны кез келген өздеріңіздің қалау бойынша формаға келтірсеңіздер болады, немесе осындай әдемілеп жанын бүріп жасасаңыздар болады. Келесі кезекте біз слойкамызды дайындайтын боламыз. Начинкасына кез келген нәрсені алсаңыздар болады. Мен варенканы алдым, ал сіздер варенье, творог, өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Осылай формаға келтіріп аламыз және түрпішті конвертик қылып бүреміз. Самсамыз бен слойкамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын сеуіп күнжіт себеміз. Және де 160-170 градуста қызарғанша духовкада ұстаймыз. Екінші тестамызды алып, оны 2 бөлікке бөлеміз. Біз оны бір бөлігіне синнабон, ал екінші бөлігіне круассан дайындайтын боламыз. Тестаны осылай жазып аламыз, қатты жұқа қылып жазбаңыздар. Арасына жұмыртқаның ағын жағамыз, менде сарысымен араласып кеткен, сол себепті осылай да бола береді. Және де корица мен қантты араластырып арасына себеміз. Және де осылай орап алғаннан кейін оны домалақтап кесіп шығамыз. Осылай дайын болған синнабондарымызды формасына саламыз. Үстін шамалы басыңқырап, үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және де 170 градуста духовкаға саламыз. Мен көбінесе уақытына қарамаймын, тек қызарған уақытта духовкадан алып шығамын. Сіздер де солай істеңіздер болады. Тестамыздың екінші бөлігін аламыз және де оны оқтаулап осылай жазып аламыз да, круассандардың формасымен бөлеміз, яғни үш бұрышты қылып. Үш бұрыштымыздың астыңғы жағын осылай 2-ге бөліп, осылай круассанның формасын жасайсыздар. Круассанымыздың бетіне сарысын жағып, духовкаға саламыз. Дайын тестадан осылай шайға арналған тәттілерді шығаруға болады. Және де аяқ астынан үйге қонақ келген жағдайда жасала салатын өте оңай әрі тез вариант деп есептеймін өзім. Круассанды да мұнда таңғы асқа арасына огурцы помидор салып жей салуға да өте ыңғайлы. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Өте пайдалы болды деген үміттемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.